Ай мен күн. Сонау өткен заманда Айсұлу мен Күнсұлу деген екі қыз болыпты. Екеуі де теңдесі жоқ сұлу екен. Бірінен бірі асқан сұлумын деп бір-бірімен үнемі ұрсып, жиі-жиі жанжалдасып қалады екен. Бір күні Күнсұлу іс тігіп отырған Айсұлуға тиісіп, «Сенен мен сұлумын» дейді. Айсұлу болса, «Жоқ, сен сұлу емессің, мен сұлумын» деп таласады. Ақыры бұл талас үлкен жанжалға айналып, ысы қысып әбден ашуланған Күнсұлу өзіне қарсы келіп отырған Айсұлудың бетін тырнап алады. Күнсұлу тырнағындағы Айсұлудың бетін өшпестей болып тиеді. Міне содан бері Айсұлу жұрттан ұялып түнде ғана сыртқа шығады екен. Ал бейбастықпен қатты ұятқа батқан Күнсұлу түн қаралығында бұғып жатады екен. Содан бері Айсұлу мен Күнсұлу бір-біріне көрінбей, бірін-бірі жасырынып, аулақтанып жүреді екен.